Түн ұйқымызды 4 бөліп, осындай бір қыстың керемет күні Тараз қаласынан шығып біз Құлан станциясына келдік. Құлан деген ежелдегі орта ғасырлық көркем көрікті қаланың бірі болған, кешегі Ұлы Жібек жолының бойында керемет керуендер іркес-тіркес көшкен қаланың станцияға жақын, темір жолға жақын жерінде Құлан станция деп бөлінеді. Міне сол Луговой станциясы дейді. Міне осы жердегі Әлшер деген бауырымыздың құстарын, көгершіндерін көруге түн қараңғысын келіп қалдық. Міне Бақтыбек ағамыз тұр. Тараздық атақты құсшы. Өткенде түсіргенбіз. Міне бүгінгі түсірілімнің кейіпкері болған Жанат бауыр. Тағы да міне бізбен қалыспай жүр. Өзінде 100 құс отыр, бірақ өзгенікін көргісі келе береді. Және өзгенікін көрсе бәрі әдемі көрінеді, алғысы келе береді. Міне біз қазір Әлшер бауырымыздың үйіндеміз. Жомарт бауырымыз екеуі бірдеңені әңгіме қылып жатыр. Біз бәріміз түсірген ба? Міне Жомарт бауырдың басында нұр шашылып тұр, қараңыздаршы. Осылай міне ютубты қосып келіп қалған жайымыз бар. Ал, Жәке, ұнады ма? Әлшер бауыр қалайсың? Қош келдік. Ұнаған бермей алар деп біз. Мына бір қара құсты көрейікші. Ой, тамаша екен, Ескі қан екен. Өте керемет құс екен нағыз. Бағала жіберіңізші, қалай? Ескі қан ғой деймін. Бағасы өте жақсы. 200 мыңға бере ма, бермей ма? 200 мың кептері. 200 мың. Бірақ сатпайды ғой дейме? Сатылмайды. 200 мыңға сатылмайды. Бөлек екен. Тұрқы да, көзі де, бояуы да, аяғы да, байпақтары керемет екен. Баяғы ескі қандар болғасын алға қарай байпағы шықпайды, ескі қан, екі жанына қарай. Түх, жануар жарық. Тұрсын қара жана біреуде, кеудесін керіп. Міне екіншісі. Бізде Шымкентте бір легенда жігіт бар. Аңыз адам, Ерекең. Аңыз адам, Ерекей деген жігіт бар. Сол жігіттің құсы екен. Теңбіл дақтары бар екен, әдем-әдем краб дейді ғой. Жақсы кептер екен. Дақтары бар екен. Екеуі де еркек қой дейме? Бұл неше жылдық құстар? Бір 5-6 жылдық. Балапандары қалай, жақсы ма? Мынау енді қазір осы селекцияға енді келіп отыр бұл ше. Сыртта жүрді ма? Мынау да әдемі екен, Ішіндегі өзің үшін ең бағалысы қайсысы? Бір жаның сүйетіні. Ең бағалысы. Мынау ғой. Анау ғой. Ең бағалысы бұған мен кіргеннен мен көзім түскен нәрсеге бұны Ұрғашы ғой дейме? Еркек па? Бағалысы осы. Бұның балдары бар ма мына жерде? Балапан бұл ғой. Бұл да балапан ба? Бұл қайдан келді? Бұл Таразда Зак деген жігіттен бір пар құс алғам, соның астынан шығып. Әдемі екен, Бояу, реңі бөлек екен. Бағасы 50 мың теңге. Сатам дей ма жоқ? Сатылады. Әлде өзің алдың ғой дейме? Анау да осыған құсайды ғой. Ана бір түскенде. Светі келіп, бірақ. Бұл Ерекеңнің ғаны ол. Шымкенттегі аңыз адам Ермек бауырың ғаны ма? Соның құстарының ғаны. Ой. Мына бір сарыңшы, мынаның да бояуы бөлек екен, мына бір сарының. Мынау да Ерекеңнен келген құс. Чубатый. Желке кекілі екен, кекілі желкеде екен. Бір кекілді. Қос кекілді емес, бір кекілді. Желке кекілді екен, желке шаш. Желке шаш. Бояуы жақсы екен бірақ. Түсі таза екен. Қою, қоңырлы түстес келеді. Жақында келді деймін мынау құс. Бұрай болды. Біз барған кезінде. Енді осының ішінде бір Соғыл. Әлшер бауырым, осының ішінде бір ерекшесі тұр да, мен үшін бір қызық. Мына бір құс бөлек екен. Күндіз көрсең пәтпек деп қаласың, мынан ағашта отырса бір жапалақ сияқты түсі сұр. Неден шығып тұр бұл? Бұның әкесі Чикар, шешесі Тасманка. Әкесі Шұбар дейді, анасы Сары жолақты дейді, Тасман дейді, Сары жолақты, Жолта Мрамор дейді, Сары жолақты дейді. Қарашы, әдемі екен түсі. Күл реңнің мынандай теңбіл дақтары бар екен. Крабтың күл реңі ғой мынау, Құрт бірге мен алып кетейін. Әдемі екен. Ана бәрі жылтырап алса екен. Шұрт көріп Ерекең беріп отыр. Мынау ұрғашы ма, еркек па? Бұл да еркек екен. Мына ақбастарың туралы айтып жіберсең. Қара ақбастарың тұр ғой, Гүлсары дейді. Мынау қараны алу керек алсаң. Бұл жаңа Алматыда Майдар деген кісі бар. Сол кісінің қандарынан шыққан. Өзінде селекциямен өзін жұмыс істеп шығарды. Еркек қой дейме? Ол ұрғашы ма? Оның жұбы қайсысы? Оның жұбы жаңа ауырған кезде неседі енді. Басқасын алып келдің ба? Ана жүк или ана ақбас болады.
Екеуінің біреуі дейсің ғой. Сен аяғын жаурап тұрған жоқ па? Жанағы ма? Тастаған? Ашық тұр ғой что-то аяғы. Жоқ, беріксін ұстаған жоқпыз. Началдар ма? Иә. Жоқ, мынаның інісі ғой бағанағы. Линкаға кіріп жатқан. А, бұл да күннен кейін ғой жаңағы. Ағайындылар екен. Соны солай ғой. Иә, Жігіттер қайсыз? Мен отырмын. Анау шетке ақпас. И мынасы тары ғой. Мынау ескісі екен. Бір пар еді ғой. Аха. Осылай пар ғой. Иә. Жарықтырған аяқ теуіп. Баяғыда пружинка дейтін ек, қазір еске кеседі гребля дейтін бопты. Міне. Бояулары да аз екен, тек басында ғана екен, ағдақтар. Желкесінде бір екеуі бар екен, құйрығында бар екен. Таза ақтан неге бақпайсың? Ақ өте сложный машқа. Қиын ба? Иә. Мынаған қараңыз, мынаған сойыш тұрасын, жуг ұрасын. Вариант көп та оған ал аққа ақ чисто. Табу қиын. Соч қой, ақбас емес қой. Аха. Мынаған ұра бересің, ақбасы да ұрасын. Жаңа не сойыш ұрасын, жұртты да ұрасын. Бұны мынаған қосайын деп жүрсің ғой деймін, мына бір. Иә, осы ақса чиқаға мынаған. Мынаған көріңізші тұраған. Сен ауырып қапсың ғой. Бұл күніге азында кет, кешке келеміз, мал сойыс бұрадан, қасапшы. Әдем, Бұл әдем. кісі қасапшы. Күніне 8 жылқы сояды. Керемет. Бір жылқыны 48 минутта сояды. Бір жылқыны. Тамаша, тамаша. 8 секунд. 48 минут керемет. 48 минутта сояды. Бір сағатқа жетті. Иә, мына күл реңдерің қара дағымен әдем екен. Анан парын ұсташы, жаңағы парын. Неше жасыңнан бағып жатсың, Әлшер? 6-7 жастан бастап. Жоқ, парын ұсташы, ана, соның парын ұсташы. Әрсін бұяқы. Анау ғой жүшке ұзық мен пар. Жоқ, жаңағы мынаның парын ұсташы. Жастайынан құрағандар ғой. Кептерхана кіші болса да қызық, жақсы. Бәрін керек емес. Ананың пары ғой. Аха. Сен енді ананың намен ұрайын деп жатсың ғой. Иә. Міне. Қате сезім деп ойлаймын мен өзім. Әлішер. Ана мен осы қала берген дұрыс деп ойлаймын. Екеуі ма? Менің ойым да, сен өзің. Бұның жұбы қайсан, ақбас па? Мен аны вообще Өзің жылдарға ұрғым келіп отыр, ана жылға. Керек емес. Ана жұққа. керек Мына емес. жұққа. Қалдыра сал солай. Неге? Жақсы шықты екен. Ана ақбаспен ба? Не шығып жатыр екеуінен қазір? Бір жылдар бір ақбас. Бір жылдар бір жұқ. Енді қара. Мына мен ананы ұрған кезде Ағарып кетеді. сочтар аласың уже. Иә. Неде сен ақбастар алып жатсың? Оны бағана әңгіме қылдық, иә, мынаған шошқа сош қоссай десем, жоқ, ананы қосам деп отыр ғой. Енді өзі біледі, әркім өз малының иесі ғой. Ақсошқа жұпты қоссаң ақбастар береді. Қайдам ағы көбейіп кетеді ау. Енді ана жолты тұсташы. Бұл кімнің пары? Бұл жаңағы дәтбақада баяқ кеткен. Жалпының ананың өзі ғой. Сен анау. Ұяң кішкентай тар болса жақсы екен, тез ұстайсың. Иә. Тез ұстайсың. Міне мына сарының бояуы бөлек екен. Мына сары қайдан келді? Дәтбақада бұндай емес. Сарын Бұл емес бойы. пе? Бұндай емес. Кейін оны Дәтбақаға жаман берсаңыз сен. Жаман бересің. Ұнамағандар береді. Касаттасын деген. Бақтағада да өте керемет құстар бар. Міне. Адам негізі берген кезде жақсысын беру керек қой. қандай болды ол кезде? Таңдағанын алып кетті сіз дәтбаға. Ол кезде мынандай пискін етін. Ол кезде кішкентай Мынандай етін. Ол кезде қанаты көрмегенбіз. Ладно, прямой эфир жүріп жатыр. Иә, биыл ауырған құстарыңмен қалай? Жақсы емдеп алдың ба, жоқ көбістен айырылып қалдың ба? Көбісінен айырылып қалдым. Той жылы не болды жүр? Жолдан келгенше біраз қырып қойдым. Жолда болдым, одан қырқында болдым. Сол кезде кішкене кептелерге вообще қаралмай қалды да. Енді мынаны үлкейтетін түрің бар ғой, кептерхананы үлкейту керек қой. Иә. Келесі жыл көктемде бастаймын. Мынаны көбейтесің бе, жоқ осыдан артық керек жоқ па? Осы. Осыдан балапандар шығарасың, ә? Материал бар ғой. Жақсы, ауырмасын. Bir қар жауды әдем болып тұр. Қырғи алып кетпесе, осы құстардың өзі де. Қырғи деген вообще жоқ бізде. Ана жолтайын ұсташы кәні. Жолтың алып болады, иә, шұбаты. Кімнен келді? Қана кейін ғой. Что-то медленный лучше. Мынаның түсі ақшыл екен, е? Светлый. Ағы бар екен тағы. Бұны кімдегі? Бұны ана мен ұрып қой жаңа. Что-то мен ба? Шалқар менен. Болмайды. Ана мен ұсташы. Міне, ауырып, жөтеліп, грипп болып тұрсаң да, кептерханаға бір рет келіп кету, ол сенің күнделікті парызың. Келесің, көресің. Жақсы ма? Кілең тақырбастар.
14 тақырбасы бар екен, Шубат ise. Яна өткенде біреуі бар екен, бір Элерге данасы. кимге Жаки үйүнө барган кезде алып бербедиң го? Ең жақсы ойнайтын қайсысы? Ұшырып көрдің бе өзі? Шурганда старыйлардын баары башы дайым го. Дайыма? Bir тартқанда неше рет ойнайды? Bir тігінен тартқанда. Бір 10-15 метр бәрі. Аха. Бір андай жадный ойындарда. Неше рет аунайды артқа қарай? Сәл тұрыңыз. 7-8 рет, 10 рет ойнап тастайтындар бар го. Әдемі екен. Сен жақсы екенсің, 50 метрге дейін тартады деп айтпайды екенсің. Жоқ, ондай құс жоқ ондай. Мына сары әдемі болады ертең. Бір түлеп әдем, көктемге бір жақсы ұрғашы болып шығады екен, Жәке, бір бағалап жіберші өзің. Ішіндегі ең жақсысы қайсысы? Жәке. Ең жақсысы қайсысы? Маған ұнаған ба? Аха. Мықтысы. Маған ұнаған мынау серебош самес. Бергісі ме, арғысы ма? Мынау аржан тұр ғой самес. Ескі қан екен, тұмсығы аппақ. Ол өте жақсы кетеді. Бірінші очередьте жақсы кетеді. Одан кейін мынау жүк. Арғы жүк па? Алматыдан Қара келген жүк. Ар жақтан келген. Тұмсығы аккуратный, тұрысы аккуратный. Ол да жақсы. Одан кейін барып жаңағы чылқары жақсы екен. Соның қасындағы ма? Светлый чылқары жақсы екен, машалла. Одан кейін барып, мынау сачихасы жақсы екен. Енді әр адамның несі бар ғой, бірақ мен Сенің көруіңде ғой. Бірақ кептердің бәрі жақсы. Әдемі? 200 мыңға бермеймін деп отқанның несі бар екен. Алаума жердегі? Әңгімесі бар екен. Жаңа жұқты айтам да. Мынау отыр ғой. Әдемі құстар екен. Арқадан шетінде отырған. Жақсы. Мынау енді түлеп жүрген балапан ғой, Балапан аға бұл поздний. Бұл не болады? Түсі қызық екен. Жаңағы ана чылкардың інісі ғой. Түсі қызық екен. Күл реңдес. Енді ленге қалып шығып жатыр. Шықты ма бұл? Дала кіріп жүр жақа. Не істеп отыр? Не істегенде жүріп отқан жоқ қой. Күні қайтып отырмын. Ең үлкен ұрғашы санау ғой, аналық. Жерде отқан ғой, бергі. Аналық міне. Аналық мына жақта екен, Анау сияқты екен. Кеудесі кең екен оның. Стойкасы бәрі жақсы болды. Кеудесі кең екен. Әдемі, құстарың бүйірсін өзіңе. Енді осы бір кішкене. Бүйірсін. Біраз құстар бар еді, біраз құстар бар деп келіп еді. Әдемі. Жоқ, біраз болғанда топырлаған, саны бар, сапасы жоқ, топырлатып жинай бергеннен бір сапалы өзіңе жаныңа жақын бір 10 шақтысын бақсаң, соның өзінен бір жаза 100 болады ғой, Керемет. Керемет. Әлеге жаңадан бастап жатқан жастарға не айтасың? Бір ақылың кеңесіңді айтып жіберші. Ақыл кеңес. Жақсы құстан бастау керек қой сразу. Жақсы. Бірденнен ба? Иә. Сонда жақсыға үйреніп кетесің ба? Иә, жақсыға. Ұмтылыс жақсыға болу керек. Жақсы құс шығады да содан уже. Кептерлерің ауырмас үшін не істеу керек? Енді уақытылы жаңағы несінің витамин аномаларын беріп отыру керек. И сырттан көп құс алып қалдырмау керек. Көп ұстай бермеу керек. Иә. Көп ұстай бермеу керек, Тез ұстамау керек. Дұрыс, оның да дұрыс. Шынымен. Количестводан кері жоқ, качество керек қой бұл. Сапаға жұмыс жасайық, Міне керемет. Қандай тамаша мына. Қарапайым тақырбастар есесіне келер жыл 100-деген балапан алайын деп тұр. Бүйірсін әлеке. Ризамыз. Міне Құлан қаласына да келдік. Ауылына келдік. Станциясына келдік, тамаша. Міне ар жақта Қанат ағамыз хабарласып. Ертең Қанат ағаға барамыз. Вечный стол, мәңгілік столбы тартқан құстардың иесі Қанат ағаға барамыз. Ертеңгі түсірілім ютубтан қарап отырыңыздар, тиктоктан қарап отырыңыздар күтіп. Қанат ағада қонақта боламыз. Ал Әлшер бауырым, амандық болсын. Сенен мынаны подарок бересің бе деп сұраудың өзі ұят екен. Ешқандай подарок алмай-ақ қояйық. Рахмет, көбейсін. Қайта саған берейік. Бұдан да көбейсін құстарың, ауырмасын. Ең басты өзің аман бол. Ал, келер жылда кездескенше. Ана керемет. Ана құстардың кереметі.